Автосалондар мінекей көлікті льготный автокредитованиемен 4%пен бүгіннен бастап жаңалық шығып жатыр. Жак автокөліктеріне 3,5-3'те 1%пен беріп жатыр. Бұл енді үлкен жетістік. Бұрын 28-30%пен алушы едік қой. Бұл масқара болатын. Үстем ақысы 1 есе 2 есе қайтаратын біз. Өстеріңізде болса, осыдан 1-2 жыл бұрын льготный автокредитованияға үкімет ақша бөлген болатын. Барлығымыз автосалондарға бардық, кезекке тұрдық. Мен де барғанмын, Kia көлігін ала қойын деп кезекке тұрсам, кезегіңіз 2 жылдан кейін келеді. Себебі автосалондарда көлік болған жоқ. Осылай бөлінген қаржыны үкімет өпейт-сөпейт, ақ болды, көк болды, жоқ болды деп автопарктерге береміз. Қоғамдық көлік автобустардың санын көбейтеміз деп, в общем, жоқ қылды. Енді міне автосалонда 4%пен, 3,5-3%пен беріп жатыр жылдың соңында көлікті. Енді сондықтан сәл асықпаңыздар. Мүмкін енді айттым ғой, жылдың соңында автосалондар көлік өтпегеннен кейін бағаны түсіреді. Мүмкін осындай банктер процентін азайтады деп айтқан болатын. Өйткені жыл аяқталды, 24 жылғы қаптап тұрған көлікті не істейді олар өтпесе? Осындай түрлі акциялар жасайды, бағасын түсіреді, процентін азайтады. Осылай өткізеді. Тағы да мүмкін тұра тұрсаңыздар, тағы да баға түсуі мүмкін. Менің айтып жүргенім осы ағайын.